Бүгін бізде Toyota Estima. Басты проблема бұл автокөлікте коншинамен управлять етілетін мультиплекс блогында проблема болып тұр. Сол себепті бізде қазір центральный замок жабылмайды бір пультпен, артқы есіктер кнопкамен ашылмайды, кнопкамен жабылмайды. Сосын печканың заслонкалары ыстыққа салқынға қойылмайды. Және сигнализацияны коншинамен біз қазір орната алмай жатырық. Қазір осының барлығын зерттеу барысындамыз. Тексере анықтай келе біз мына жерде бер жақтың блок предохранителін қопардық. Мультиплекс блок бізде пассажир жақта екен. Қазір біз пассажир жақтың блок предохранителін шешіп алу керек боламыз. Сонымен бізде жұмыстар бітті. Қазір жағдайда бізде барлық доступ істеп тұр. Есік ашылады пультпен. Артқы есікті ашылады пультпен. Сонымен қатар штатный охрана және сигнализация. Сигнализация коншинамен орнатылды. Так, автокөлік штатныймен жапқан кезде сигнализация оны түсінеді. Және штатныйдың өзімен автокөлікті оталдыруға болады. Есікті 3 рет жапсақ, автокөлік отталды. Және меткімен егерде ашатын болсақ, оны сигнализация түсінеді. Бесключевой доступпен машина ашылды.